енді мен жеңіліп қалайын деп тұрмын ғой, қазір бүткіл тапсырмамды орындады. Енді мен өте қиын бір тапсырма, сол кеспейді деген ойдамын мен. Ол өйткені ол қанша десең де кеспейді ол по-любому. Сондықтан мен оны жеңілдіру үшін шашын кес деп айтамын. Қалай ойлайсыздар? Қатты қиын ба? Сен кесетін бе едің? Ақша үшін Фатима кеседі екен. Ал мен өзімнің мына шашымды қараңыз, егер достар мен былай кессем, то мен мына шашымды кесемін, мен шок болды, мен сонша. Сәлем, ардың әлеміне қош келдіңіздер. Қазақстан орын бүгін көңілдеріңізді комментарияға жазып ұмытпаңыздар. Достар, бүгін мен өте қызықты челлендж жасайтын боламын, және де бұл челлендждің аты 24 сағат анама я деймін. Бүгін мен 24 сағат бойы, яғни бір күн бойы мен анама 24 сағат, бір күн бойы, анама я, конечно деп айтып жүремін. Егер мен бір кезде жоқ, нет, вообще нет десем, то все, мен жеңілдім. Ал егер мен жеңсем, то мен мамама 5000 теңге береді мамам. Ал егер мен до конца түнге шейін мамама я деп берсем, то мама маған 5000 теңге береді. Ну, не знаю, может быть, бір желанияда мамам 5000 теңге, ұтылсам да 5000 теңге бермеймін деген задание, тапсырма беретін шығар. Ну, не знаю, достар, понимаете? Вот. Так что все видеоны до конца көріңіздер. Маған да қызық, мамам қандай тапсырмалар беретін. Бірақ мен ойлаймын, мамам, үйде жина, ананы жина, пес таста, ананы істе, мусор таста, сондай бір легкий тапсырмалар болады деп ойлаймын. Так что давайте кеттік. Мамам оны әлі білмейді, так что мамама соны айтайық. Сіз қатысатыныңызды, мамам даже қатысатынын білмейді. Ну, конечно, біз оны заставить етеміз. Сондықтан, достар, не переживайте. Кеттік. Ана, маған ше, сіз керексіз челленджға. Челленджға керексіз сіз. Ну, короче, мен сізге просто 24 сағат я деп жүрмін. Но, мама, егер мен бүгін түнге шейін я деп беріп, вообще жоқ демесем, то сіз маған 5000 теңге бересіз. Ал, не дейсің? Қараңыз, егер мен күні бойы я деп, вообще, ұтылмасам, то сіз маған 5000 теңге бересіз. Егер мен бір тапсырмада ұтылып қалып, жоқ деп шыңғырып жесем, ерім ауырып, то мен сізге 5000 теңге беремін. Ойбай, онда күшті екен. Мен онда саған қиын тапсырмалар беруім керек. Өзіңізге де күшті задание бересіз. Все, келістік қой. Келістік. Все, ал сіздер лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз, кеттік. Мама, мен сіздің бірінші тапсырмаңыз қандай, бірінші желанияңыз қандай сіздің? Бірінші тапсырмам ба? Кетші дем, пожалуйста. Нервыма тиме. Жұмсақ қылай айтайын ба, қазір жыным ұстап тұр, негізі тамағын жасап жатырмын. Үлгере алмай жатырмын да, қазір Мұхамеджанға баруым керек. Короче, видео монтаждау керек, менде деген көп жұмыс, сен нервыма тиіп жатсың да. Кетші, пожалуйста. Спокойно, кетемін. Спокойно, мен де айтып тұрмын саған. Пожалуйста, баршы бір жаққа бар, кетші, пожалуйста. Сонда сіздің бірінші тапсырмаңыз менен құтылу, бірінші тапсырма. Жарайды, кеттім. Вообще, мама, не ожидала от вас. Ну, зато мен я. Пожалуйста, Жарайды, я. Дала маңдай болып тұр, қараңыздар. Күшті барлығы самокат. Уж теуіп жүр. Мен де онда велосипедті алып шығайын. Мен бір велосипедімді алып. Вот, мен сіздерге айтайын, мен паркте или далада жүріп қыдыра алмаймын, например, жүріп демала алмаймын, я ненавижу это. Жүресің. Никакой пользы, понимаете? Просто жүресің. А ты можешь везде, ну, біз барлық жерде жүреміз ғой, біз секіріп жүрмейміз ғой, ма? Сондықтан да мен велосипедпен шықтым. Вот. А чтоб шашым маған қазір мешать етпеді, мен оны өріп аламын. Вот. Мен шықтым. Паркке барып, кішкене айдаймын да, сосын бірдеңке алып, далада жеп отырам. Жарты сағат қана боламын, достар, далада. Ары қарай болмаймын. Ойбай. Өйткені далада кішкене мұздай екен.
Бірақ адам көп. Что за тачка? Мен қарым ашып кетіп, осында кукуруза алдым. Бір жақсы осындай велодорожка бар да. Тілім байланып қалады мені часто. Вот. Апа. Енді вот полностью көрініп тұр. Далакай. Но жаңбыр жауып басып отыр. Кішкентай тапшылар ағып жатыр. Міне қараңыздар, міне. Міне, алмай. Достар, мен кірдім. Шашақ болдым, негізі аяғым кішкене. Секпен қалыпты. Меня кукуруза. Покушаю немножко. Вкуснячно. Вот. Дала күшті болып тұр, бірақ кішкене жаңбыр жауып тұр. Тамшылар. 100 рет айтқан шығармын уже. Ай, шашам. Достар, мен келдім. Вообще кринж. Мам. Мен жоғалып келдім. Жоғалып келдім? Иә. Шынымен жоғалдым? Иә. Күшті жоғалдым ғой. Иә, енді келесі тапсырмаңыз қандай? Давайте екінші тапсырмаңызды айтыңыз. Екінші тапсырмам ба? Екінші тапсырмам. Мен чай ішейін деп жатырмын қазір. Чай ішем. Мороженое жегім келіп тұр. Мороженое соғып әкеліппірші. Хорошо, қазір кесіп. Достар, өздеріңіз көрдіңіздер, мама мен магазинге жіберді. Жоқ, ну что за фигня? Велосипедпен қайттан баратыр мен мама ол сияқты. Жоқ, жаңа жазасамай ма WhatsAppқа, жоқ. Қазір Аружан келіп, мен оны жұмсайым, короче. Маған иә дейді ғой, 24 сағат болшы. Не? Мама, екі рет жұмсағаныңыз не? Енді? Басын айтпайсыздар ма, морожененің қасына. Ұзат деп болды. Қиын болды ма не? Үшінші рет тағы жұмсайым, білесің ба? 24 сағат магазинде деген видео түсірсең болады. Берге. Айран мен майонезді ұмыт кеттім айтуды, Аружан. Сен маған иә деу керексің ғой? Онда 5000 теңге давай. Баратын болдың ба? Жоқ, бәрін бірге айтсам болады ғой, өзім де жындым, манан ұмытып кеткем. Сонымен тағы бір желанием кетіп қалатын болды. Блин. Давай. Үйге кірдім, шешіндім. Сол кезде айту керек қой. Сол кезде айту керек, қалған кезде айтуға болмайды. Магазинге баратырмын енді. Жынды адам құсып, магазинге бара жатырмын. Жоқ, заранее айтуға болмайды. Надо тогда, когда мен уже жатып, чай ішіп, тамақ жеп, жатып, иде жатқан кезде келе саласың, жатасың, кафе жесің, сол кезінде айту керек қой. Бор кезде деп айту керек қой. Төртінші мен Аружанды қалайда не қылуым керек? 5000 теңгесін алуым керек, сол үшін қиын тапсырмалар берем. Қазір жатыр, құры валяться деп. Сен маған я деуің керек, так что давай Фатиманың сабағын оқытасың ғой, я? Жия деген сөз жоқ, я или жоқ? Оқытасың ба? Ура! Негізі мен жоқ деп айтатын шығар деп 5000 теңге алып алам деп ойлағам. Бірақ енді мен келесі тапсырманы, жесткі тапсырма жасасам, мен бәрі жеңем деп ойлаймын, Аружан сені. Ой, мама, не верю вам, мен жеңем. Көреміз. Осы тапсырманы орындавасын, сосын көреміз.
Фатимаға міне осына бетті жазуды, бетті бояуды, ана бет жазуды беріпті. Давай. Аға оқу беріпті. Жарайды. Жүрім алқыншымыз. Все. Фатима өзі оқиып жазу береді. Көреймін. Дүкесіп келмей, немене әлі намыстанып отырсын. Не воняет. Не. Ляля бояймын. Отырды. Боя. Бірінші Фатима бояйды, ал мен күшті болса бояймын. Ой, я это смотрела вроде, или нет? Это, мам, телефон смотрела? Газон келесіз. Штаб-квартиру переместили за город в связи с чрезвычайной ситуацией, которой занимается Центр по предотвращению катастроф. Так, все, я перезвоню. Они думают, что это какой-то вирус. Сказали, скоро в Хёсане объявят полную... Ты молодец. Неслись. Спасибо за помощь. Енді Аружан айтты ғой маған бүгін иә деп айтам деп. Енді маған күшті бір ой келіп тұр. Мен қанша уақыттан бері Аружанның шашын кестіре алмай жүрмін. Ұзын шашышы. Соны кесек бір жыл болды кестіре алмағаныма. Енді бұл жолы маған иә десе ол жеңіліп қалады ғой. Сол жеңілмес үшін, может, шашын кесіп қалама деген ойда. Сөйтіп шашын хотя бы ұшталып кеткенше ұшын босын кесек десем, даже ұшын кестірмейді ғой. Енді мен оған каре деп қорқытам қазір, каре қып кесеміз деп ше. Я дер ме екен, жоқ дер ме екен. Енді ойынның шартын өз басында айтып кеткен шығар. Кім жеңіледі? Сол 5000 теңге деп маған айтқан болатын. Енді мен жеңіліп қалайын деп тұрмын ғой, қазір бүткіл тапсырмамды орындады. Енді мен өте қиын бір тапсырма, сол кеспейді деген ойдамын мен. Ол өйткені ол қанша десең де кеспейді ол по-любому. Сондықтан мен оны жеңілдіру үшін шашын кес деп айтам. Қалай ойлайсыздар? Қатты қиын ба? Дұрыс емес деп жатырмын ба? Басқа енді жеңілдірудің амалын білмеймін. Ананы же десем жейді, ашты нәрсе. Бүйт десем істейді, ол бәрін істейді, бәріне барады білем да. Бірақ шашын кеспейтінін білем. Так что осындай қазір реакциясын көрсетемін сіздерге. Ал Аружанды шақырамыз. Аружан! Жай бесікті кірсе. Бағанан бері видеоның бәрін сен түсіріп жүрдің ғой, енді мен түсіріп жатырмын. Мен уже балаларға түсіндіріп қойдым. 5-ші менің иямды түсінді олар. Енді саған шашыңды каре қып кесеміз. Мама, қумаңыз дұрыс, нормально тапсырма беріңізші, қумаңыз. Аружан, последнийім. Жоқ, мынандай каре емес, қара, мынандай каре емес. Мына жердің ең келетін каре. Қумаңыз емес, я деп айтасың. Қумаңыз. Ойбай, бісміллә. Қараңыздар, ұшталып кеткен уже. Қумаңыз нес, қуып тұрған жоқпын. Короче, шашыңды каре қып кесуге келісім бересің. Мә, ойланасың ба, өзің білесің. Кішкен ойланып ал, мә. Мама, нет! Онда жеңілесің, білесің ғой жеңілген адам не істейтінін. 5000 теңге, так что ойлаңдар. Мә, достарымда шашымды қалай кесемін? Карате деген шашым май-май болады, я минус. Шашым ұзын, мешать етеді, я минус. Но бірақ мен оны 2 жыл, 1 жыл өсірдім, ухаживала и так далее. Мен бұны бере алмаймын. Жоқ. Может быть, 5000 теңге бере салам ба? Может быть, шашымды кесіп 5000 теңге ала салам ба? Бірақ 5000 теңге осы менің ұзын шашыма татымайды. Фатима, қалай ойлайсың, шашымды кесейін ба? Білмеймін. Сен кесетін бе едің? Ақша үшін. Фатима кеседі екен. Ал мен өзімнің мына шашымды, қараңыз, егер достармен былай кессем, то мен мына шашымды кесемін, мен жоқ болды, мен сонша қайда өсірдім, сонша еңбек,
сонша ақша, сонша нәрсе сатып алдым осы шаш үшін. 5000 теңге менің шашыма татымайды деп ойладым. Сондықтан да 5000 теңгені бере салайын. Достар, мамам намаз оқып бітті. Бағанадан бері сізді күтіп отырмын. Қабыл болсын, иә, қабыл болсын, кстати. Мама, мен шештім. Қандай жолды тыңдайтынымды, шашымды кесем ба, немесе ақша берем ба? Мына ақша менің шашымның 1%-інде татымайды. Алыңыз мына ақшаны. Жоқ, 5000. Бірақ шашып кетті. Артында қалыпты. Міне 5000. Лақтырмай бер. Жеңілдің ба мойында? Мойындадым. Бірақ мына шашым, осы шашыма мынаның 1% де жетпейді. Онда берсей процентін, басқа проценттерін. Ақылы Не алсам екен мағана? Өзінен өз келді челлендж ойнайсыз ба деп. Жеңем деп ойлап келдің я сен? Я, мен ойламадым сіз шашыңды кесесің деген. Өзімнен өзім 5000 теңге пайда тауып аласың ғой. Вообще кринж. Достар, мен шашымды кеспей 5000 теңгемен құтыла салдым. Сондықтан да менің ойымша мамам жеңді, я, мен мойындаймын, мамам жеңді, мен жеңілдім. Бірақ мен шашымды кеспейтін едім, менің ойымша ешкім шашын кеспейтін еді. Бірақ мынаны каре қылдырып кессем, то бұл 5000 теңгеден көп тұратын сияқты. Білмеймін бірақ. Вот мен оны әлі өсіремін до конца. Мен ұзын шашты өте қатты жақсы көремін, менде вообще болмаған өмірімде. Вот. Так что шашын өсіремін деп шештім. Сіздер шаштарыңызды өсіретін бедіңіздер ма, или кесетін бедіңіздер ма, или ақша бере салып құтылатын бедіңіздер ма? Комментарийға ойлауларыңызды жазып кетуіңізді ұмытпаңыздар. Бірақ мамам бар ғой, күшті айтты ше тапсырманы. Көреміз әлі, мама, көреміз. Мен әлі кегімді аламын. Вот, так что осы видео өзі аяқталды. Мен шашымды кестіруге бермеймін, даже ұшын. Вот, лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Ол болса қош сау болыңыздар.